Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmetli de qadırlı Müslüman bawurlar, agayın tuğuslar, mına adettegi suhbatımızga, dərsimizge basıp kelgen qadamlarınızga Allah Tağalam savaptan жазсын. Осы sahabalardın ömürün bizlerge ең үлкен үлgü bolуун Allah Tağalam nasip etsin. Mine bugün İkrima ibn Abi Jahl. Bul sahabanın ömürü bir gajap. Zalalattan keyin hidayat tabudun lezzati. Qanday janiyada terbiyelenip, nenin ağınымен бұл адам din kabulday almadı. Qanday sebepler boldu bunun özünün kurdastары сияқты, erterek dinge kirip жатқан adamlar сияқты. Бұл da din kabıldap ketpewine ne sebepler boldu? Keremet bir önegeli sözler var oşu jerde. Mana endi osuna bastauga ruxsat etіңіздер. Bismillahirrahmanirrahim. İkrima ibn Abi Jahl. سيأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت محمد رسول الله. Sahabalarına aytkan eken Peygamberimiz Aleyhisselam. Sizlerge tez vakitta, yani tez arada İkrima mümin muhacir bop keledi. Yani muhacirdi bilesler, bir yerden bir yerge hicret jasap kelетін adamды айтады. Mümin muhacir bop sizlerge tez arada aralarınızga İkrima keledi. Sizler onun akesini sökpеңіздер. Өйткені өлікті сөгу, yani өлік жайлы жаман сөз айту, ол өлікке жетпейді, ол тіріге ол азар жеткізеді дейді. Ол өлікті сөккеннен пайда жоқ. Ол өлікке сіздің сөгісіңіз оған бәрі бір. Бірақ тіріге ол азар жеткізеді деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен. Енді мына жерде қазір сөздің барысында айтамыз. Неге әкесін сөкпеңдер деп Пайғамбарымыз алейхиссалам әдейі сахабаларына шегелеп тапсырып жатыр. Өйткені бұның әкесі, İkrimаның әкесі, өздеріңізге мәлім Пайғамбарымыздың әшәдди дұшпаны болған, иманға келмей кеткен Абу Жахл болатын. Сондықтан Пайғамбарымыз айтады, оның баласы мұсылман болып келеді сендерге, бірақ оның әкесін сөкпеңдер дейді. Бұл жерде құрметті жамағат, көп біздер үшін үлгі бар да. Кей кезде біздің қазақта да бар ғой. Әкесі жаман болса баласын сөгіп жатады. Ой, анау әкесі сондай еді, мына баласы мындай болып қапты деп жатады. Ол мүлдем дұрыс емес. Алла Тағала қалады ма, жаман әкеден жақсы баланы шығарады. Алым, неше түрлі керемет, парасатты баланы шығарып қою мүмкін. Бірақ ол баланың кінәсі не? Оны алым болғандығы үшін, оны бір парасатты, бір жақсы әдепті бала болған үшін, оның әкесін сөгу керек емес қой. Сол үшін осы Пайғамбарымыздың осы сөзінде өткен көп нәрсе бар. Өткендерді жамандықпен еске алмау, өткендер жайлы жаман сөз айтпау, әкесі қандай істе болса да баласын сол әкесі себепті сөкпеу. Ой, сенің әкең жаман еді, сенің әкең мүшрик болып кетіп еді, сен енді мөмін болып қалдың ба деп айтып жүрмеңдер дегені ғой енді бұл Пайғамбарымыз алейхиссаламның сөзі. Мархабан бир-ракибил мухаджир мин тахиятин наби ли İkrima. Қош келдің, атқа мініп келген келуші. Yani атқа мініп келген адам, қош келдің деп Пайғамбарымыз алейхиссаламның İkrimaға берген сәлем екен бұл. كان في أواخر العقد الثالث من عمره يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق وكان من أكرم قريش حسبا وأكثرهم مالا وأعزهم نسبا. Бұл İkrima ibn Abi Jahl өзінің өмірінің 3-ші бөлігінің соңында дейді. Yani өзінің өмірінің, yani 3-ке бөлетін болсақ деген емес бұл. 1-ден 10 жасқа дейін, 10-нан 20 жасқа дейін, 20-дан 30 жасқа дейін. Демек, өмірінің 3-ші бөлігінің аяғы деген сол 20 мен 30 жастың арасында болған шағында
Рахмат пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзінің хаққа, хидаятқа болған дағуатын ашық әшкере жасай бастаған уақыт еді дейді. Ал бұл Икримат ибн Аби Жахл Құрайыштың ішіндегі хасаб жағынан бұл ең құрметтісі. Яғни абырой жағынан әкесі қандай Құрайыштың ішінде исламға дейін әрине, қандай мұғтабар, сондай белгілі абыройлы адам болған. Мал, дүние жағынан ең бай еді бұлар. Насаб жағынан да ең құрметтісі еді. Яғни Құрайыш тайпасы Меккедегі ең бір насаб жағынан да бір құрметті қауым болатын. وَكَانَ جِدَارًا بِهِ أَنْ يُسْلِمَ كَمَا أَسْلَمَ نُزَرَاؤُهُ مِنْ أَمْثَالِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص وَمُصْعَبِ بْن عُمَيْرٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَبْنَاءِ الْبُيُوتَاتِ الْمَرْمُوقَةِ فِي مَكَّةَ لَوْلَا أَبُوهُ. Өзі бұған да лайық еді. Өзінің тең құрдастары, өзінің ұқсастары сияқты ислам келтіруі. Яғни бірден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам хақ дінді, хидаят дінін ашық насихаттай бастағанда, көп жас сахабалар, Мус'аб ибн Умайр сондай бір бай отбасында тәрбиеленген бала, жап-жас кезінде пайғамбарымыздың бір ауыз сөзімен Меккеден Мединеге әуәлу суфарай Расул деп кетті ғой бұл кісінің аты. Яғни пайғамбарымыздың дағуат жасау үшін бірінші жіберілген адамы бұл Мус'аб ибн Умайр деген сахаба болған. Ол да өте бір бай семьяда тәрбиеленген. Тура солар сияқты бұның да исламға келуі, бірден исламға кіруі өз лайық нәрсе еді. Саад ибн Аби Ваққас, Мус'аб ибн Умайр және де Меккедегі абыройлы семьялардың балаларына ұқсас, егер әкесі болмағанда еді дейді. Өйткені Абу Жахл өзі жаңа айтқанымыздай, ол енді пайғамбарымыздың ең әшәдди, ең қас дұшпаны болатын, өзі туысқан бола тұрып. فَمَنْ يَكُنُ هَذَا الْأَبُ يَا تُرَى. Кім екен бұл әке? Қалай ойлайсыз дейді. Кім екен бұл әке? Біз енді алдын ала айтып қойып жатырмыз, негізі айтпай келсек, сөздің сияқы кәламның келісінде келсе, және де дұрысырақ болар еді, бірақ біз түсінікті болу үшін алдын ала айтып келе жатырмыз. Кім деп ойлайсыз ол әкені? Иннаху джаббару Маккатал акбар ва заиму ширкил аувал ва сахибун накали аллади имтахана Аллаху би батшихи иманал муъминина фасабату ва ихтабара би кайдихи сидқал муъминина фасадақу. Иннаху Абу Жахлин ва кафа. Ол Меккенің ең үлкен залымы еді. Ол әуелгі ширіктің, мүшриктердің ең ұлығы еді дегені ғой, әуелгі ширіктің атасы еді ол. Мұсылмандарға, яғни муъминдарға иманын азаппен Алла тағала емтихан қылған кісілердің сахибі еді, егесі еді. Яғни сол себепті Алла тағала муъминдардың иманын сынап көрді. Ол сол арқылы Алла тағала азаптатты. Бірақ муъминдар сол имандарында сабыт мекем тұрды. Алла тағала оның айласымен емтихан қылған еді муъминдардың шынайылығын. Муъминдар шынайылық көрсетті сол жерде де. Ол Абу Жахл еді. Ва кафа деп қойыпты. Болды, барғай айтпай қойық дегені ғой. Енді Абу Жахлді білмейтін адам бар ма дегені ғой. Ва кафа деп қоясап, егер санай беретін болса, Абу Жахлдің пайғамбарымызға және пайғамбарымыздың сахабаларына жеткізген зияндарын санай беретін болса, ол бір кітапқа сыймас еді мүмкін. Ва кафа деп қоясап, жетеді енді осы жерден. Осы Абу Жахл деп қоюымыздың өзі кифая өзі. هذا أبوه أما هو فعكرمة بن أبي جهل المخزومي أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. Бұл енді әкесі. Ал енді Икримат ибн Аби Жахл баласы, ол Құрайыштың көзге түскен басшыларының бірі еді. Сол кездің өзінде, жас шағында Құрайыштың көзге түскен елдің басында жүретін адамдардың бірі болып қалған еді. Және де абыройлы батырларының бірі еді бұл.
İkrima'nın özü. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوئة محمد عليه الصلاة والسلام فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداء وآذى أصحابه أفدح الإيذاء وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين أبيه. İkrima ibn Abi Jahl özünün nafsin, yani özünün akesinin başçılığının hükmüмен özünün nafsin mecbur Muhammed Aleyhisselam'a harama karşı gelüge mecburledi öz nafsin. Düşman, yani bulayca aytkan vaqtda onun akesinin hükmüмен, akesinin sol Kurayş'ın içindeki ululuğымен Peygamberimizga bolgan onun düşmanlığı sebebinен bul da mecbur Peygamberimiz Aleyhisselam'a düşman boldu da çıktı balası. Peygamberimizga en ağır, en güçlü düşmanlık kıldı bu. Және Peygamberimizin sahabalarına öte katlı ağır azarlardı jetkizdi. Müslümanlarga және İslamga onun akesinin közü kuvanatınday derecede jamanlıktardı kuyup durdu deydi bu İkrima. Әрине Abu Jahl Müslümanlarga Peygamberimizga bir jamanlık jetse kuvanатын edi. Соны айтып тұр мына жерде. Әкесінің көзі қуанатындай дәрежеде мұсылмандарға және исламға ол жамандықты құйып тұрды дейді. Соншалықты қатты düşmanlık қылғанын айтып жатыр ғой енді бұл жерде. Құйып тұрды деп. وَلَمَّا قَادَ أَبُوهُ مَعْرَكَةَ الشِّرْكِ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَقْسَمَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى أَلَّا يَعُودَ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا إِذَا حَزَمَ مُحَمَّدًا نزل ببدر وأقام عليها ثلاثا ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف. لما قضى أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها. Yani Bedir soğusuna geledi. Bedir soğusunda, yani Bedir günü müşriklerдің қолын, müşriklerдің әскерін İkrima'nın әкесі Abu Jahl бастап шықты. Ол Лат пен Уззаға қасам ішті дейді. Лат пен Узза арабтардың, сол кездегі Құрайыштардың сыйынатын бұттарының аттары. Лат пен Уззаға қасам ішті бұл Abu Jahl. Меккеге қайтып оралмаймын, Мұхаммадты мен шегіндірмейінше, Muhammed'ті жеңбейінше мен Меккеге қайтып оралмаймын деп қасам ішіп шықты. Бәдірге барып түсті. Сол жерде 3 күн жатып түйелер сойды. Әлгі Узза мен Латқа арнап құрбандық шалды сол жерде. Енді ширк қой. Арақтар ішті. Әнші әйелдер оларға билеп ойын сауық құрып берді дейді сол жерде. Abu Jahl бұл ширк мағракасын, яғни бұл Бәдірдегі мүшриктердің соғысын басшылық жасаған уақытта оның баласы İkrimə оның сүйенетін бір білегі болған еді. Керемет сенетін бір баласы, оның бір сүйенетін білегі болған еді. Мұсылмандарға азар жеткізетін, қиыншылық жеткізетін оның қолы болған еді дейді. Сондай бір ниетпен шықты ғой. ولكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان ولم ينصراه في معركته لأنهما عاجزان. Бірақ Лат пен Узза Abu Jahl'дың шақыруына ләббай дей салмады. Болды, мен енді Мұхаммедті шегіндіріп жеңіп келемін деген сөзіне Лат пен Узза ол ләббай дей салмады. Неге? Өйткені олар естімейтін еді ғой дейді. Бұт қой енді, ол естімеді ғой. Ол екеуі бұл соғыста бұл Abu Jahl'ге жәрдем де бермей қойды. Өйткені олардың жәрдем беретін күші қайда? Олар балшықтан, тастан, ағаштан жасалған бір жансыз бір бейшара нәрселер ғой. Бірақ соларға қасам ішіп, солар үшін құрбандық шалып, қайтсем де Мұхаммедті мен жеңіп шегіндіріп келемін деп қасам ішіп шыққан еді бұл Abu Jahl. فخر سريعا دون بدر ورآه ابنه عكرمة بعينيه ورماح المسلمين تنهل من دمه
وسمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفرجت عنها شفتاه. Бұл Бәдір соғысында харра сариан дегені қанға бөгіп құлады, жығылды. Икрима оның баласы екі көзімен көріп тұрды оны дейді. Әкесінің қалай өлгенін. Мұсылмандардың қылыштары, мұсылмандардың найзалары оның қанын шашар еді дейді. Ол екі құлағымен естті Икрима. Ол ақырғы шыңғыруын әкесінің екі еріне мына аузы ашылып, бақырып шыңғырып жатқан екі құлағымен естті дейді. Ада Икримату иля Макката бa'да ан халлафа джуссата сайиди Курайшин фи Бадрин فقد أعجزته الحزيمة عن أن يزفر بها ليدفنها في مكة وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين فألقوها في القليب مع العشرات من قتل المشركين وأهالوا عليها الرمال. Икрима енді Меккеге Құрайштың ұлығы болған өзінің әкесі Абу Джахлдың өлі денесін қалдырып қайтуға мәжбүр болды, қайтты Бәдір соғысында. Өйткені оны шегіну, әкесін Меккеге апарып көмуге мүмкіншілік бермеп еді. Ол әкесінің денесін алып қайту бұлай тұрсын, өздері зорға бас сауғалап, қашып шегініп зорға құтылды ғой ол жерде. Мұсылмандар үлкен жеңіске жетті. Және оны қашуы мәжбүр қылды әкесін мұсылмандардың қолына тастап кетуге. Көп мүшриктердің өліктері қатары, бұл да ондаған өліктермен бірге Бәдір соғысында бір қалип деп үлкен бір шұқыр қазылған, сол шұқырға итше көмілді. Оның бетіне құм топырақтар тасталды. Солайша Құрайштардың ең ұлығы болған, пайғамбарымыз алейхиссаламға ең қас дұшпан болған Абу Джахлдың денесі Бәдір соғысында сол жерде қалып, көп о жерде енді оның ұлылығы Құрайштың ішіндегі пайда бермеді. Мұсылмандар оны итше сүйреп апарып, сол көп өліктермен бірге көміп, бетін тегістеп қалдырды. Енді соның ашу ызасы Икриманың бойында қалды ғой енді. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة بن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر. Сол күннен бастап Икрима үшін исламмен басқа бір іс пайда бола бастады енді. فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه فأصبح يعاديه اليوم سأرا له. Бұдан алдын ол әкесі үшін қызып, әкесінің намысы үшін, өздерінің сол әкесінің Құрайштың ішіндегі ұлылығының себебімен мұсылмандарға, пайғамбарымызға дұшпандық қылған болса, енді бұдан былайғыда әкесінен өш алу үшін ол оның бойында қайтадан сол ашу ыза оты жана бастады. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤرسون نار العداوة في صدور المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم ويضرمون جذبة الثار في قلوب الموتورين من قريش حتى كانت وقعة أحد. Енді осы жерде Икрима және әкелері Бәдір соғысында өлтірілген бірнеше тайпа, яғни мүшриктерден болған Икримаға ұқсаған адамдар мүшриктердің жүректеріне, мүшриктердің қалыптарына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның деген дұшпандық отын алаулатып жаға бастады. Және Маутурин деп Құрайштардан жесір қалған әйелдердің қалыптарына ғазап отын жаға бастады. Мұны сөйтіп жүріп Ухуд соғысы да келді дейді. Біздің әкелеріміз ана мұсылмандардың қолынан өлді ғой Бәдірде. Енді біз қарап қалмайық енді деп бірін-бірі қайрап Мұхаммад алейхиссаламға деген өшпенділіктерін күннен күнге үдетіп, сондай Ухуд соғысына дайындала бастады енді олар. Мына Маутурин деп жесір әйелдер емес, өшін ала алмай қалған, Бәдір соғысында өлтірілген өлігі бар, бірақ одан өшін ала алмай қалған адамдарды айтады екен.
сол бір-біріне пайғамбарға және мұсылмандарға деген кек ызаны жүректеріне сондай бір алаулатып жандырып дайындала бастады. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسبة الموتورات في بدر وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. Қараңыз, Икримат ибн Абу Жахл Ухудке шықты, өзімен бірге әйелі Умма Хакимді де ала шықты. Сол Ухуд соғысында көп мүшриктер әйелдерін қоса ала шықты. Оның себебін айтады қазір. Не үшін? Сол Бәдір соғысында күйеулерінен, жақындарынан айырылған әйелдермен бірге сафтың артында тұрсын деп әйелдер. Әлгі ұратын тақырлатып жаңағыдай бір аспаптар бар ғой. Соғыстарда көрсетеді ғой, барабан сияқты бір ұрып тұратын аспаптарда ұрып тұру үшін, яғни мүшриктерді соғысқа қызықтыру үшін, оларға бір не беру үшін, жаңағыдай күш беру үшін, дем беру үшін. Және Құрайыштың қашуға, ойларына қашу келген адамдарды қаштырмай ұстап тұру үшін әдейі арттарынан әйелдер қойып қойды. Қараңыз, бұлардың тактикасын қараңыз. Еркектері соғыссын, артынан әйелдері жаңадай даңғырлатып бір нәрселермен оларға дем беріп тұрсын. Егер қашамыз десе қаштырмай, арттан бір топ әйелдер соларды бөгіп тұрсын. Міне сондай мақсатпен мүшриктер әрине көкіректерінде ашу, ыза, кек. Біреулерінің Бәдір соғысында күйеулері өлген мүшрик болған. Біреулерінің әкесі, біреулерінің балалары. Қысқасы не керек? Тайлы тұяғымен Ухуд соғысына бұлар дайындалып шықты. О кезде әрине Халид ибн Валид сияқты мүшриктердің ең керемет қолбасшылары болатын. Бірақ Икримат ибн Аби Жахлден алдын ол исламға кірген. Оның да әлі алдында оқиғасын оқитын боламыз. وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن وليد وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل وأبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد وأصحابه وحقق للمشركين النصر الكبير مما جعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر. قريش әскерінің оң жағына Халид бин Валидті басшылыққа қойды. Әскерінің сол жағына Икримат ибн Аби Жахл. Екеуі де өте бұлар балуан, өте керемет батырлар еді ғой Құрайштың. Екеуін қойды. Бұл екі батыр сол күні, мүшриктерден болған бұл екі батыр сол күні керемет бір батырлық көрсетті. Мұхаммад алейхиссалам мен оның сахабаларына қарсы Құрайштың таразысын басып кетті дейді. Ол дегені таразы жағы бұлардың пайдасына қарай шешілді. Мүшриктер үшін үлкен жеңіс болды. Абу Суфиян сол күн айтқан екен, бұл анау Бәдір күнінің есесіне болды деп. Қараңыз. Бұл күн енді біздің күніміз болды дегені ғой. Өйткені Бәдір күні бұлар керемет жеңілген еді. Мүшриктер. Ал енді Ухуд күні Абу Суфиян рахаттанып тұрып, бұл күн енді Бәдір күнінің есесіне болған күн болды деді. Өйткені Ухуд күні 70 сахаба, оның ішінде Хазіреті Хамза разиаллаху анху бар. Соған ұқсаған мұсылмандардың үлкен керемет 70 сахабасы, одан бөлек қаншама мұсылмандар өлім құшқан күн. Міне сол күнді де егер еске алатын болсақ, пайғамбарымыз алейхиссалам тауға бір садақшыларды қойып кетті ғой. Мынау жазықта біз жеңілсек те сендер сол жерден түспеңдер деп. Бірақ сол таудың басында қалған 50 ма, 30 ба садақшы, енді анық білмеймін. Қараса пәсте мұсылмандар жеңіп жатқан сияқты. Шында жеңіп жатыр еді жазықта. Ойлады, біз енді ана олжадан қорғап кетпейік деді, пайғамбарымыздың әмірін, пайғамбарымыздың бұйрығын жеңіл санап, бұлар жүгіріп пәске түскенде,
арт жағынан Халид ибн Валидке бұрды. Соның арқасында қаншама мұсылмандар зиян шекті. Бұл жерде де үлкен нәрсе бар. Әмірдің басшының бұйрығына атүсті қарауға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол жерде білді. Сол үшін айтты, біз жеңсек те жеңіліп жатсақ та сендер түспеңдер, сол таудың басында болыңдар деді. Олар пайғамбарымыздың әмірін орындамай жүгіріп пәске түскенде арт жағынан келіп Халид ибн Валид бастаған жау әскерлері сол кезде әрине мүшриктер мұсылмандарды оңбай соққыға тап болды. وفي يوم الخندق حاصر المشركون المدينة أياما طويلة فنفذ صبر عكرمة بن أبي جهل وضاق ذرعا بالحسار فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فيه فاجتزاه ثم اجتزاه وراءه بضعة نفر في إجراء مغامرة ذهب ضحيتها عمرو بن عبد ود الآمري أما هو فلم يناجيه إلا الفرار. Енді Хандақ күні. Бұл Хандақ күні де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына Мәдинаның айналасына ор қаздырып соғысқан күнді айтады. Ол да Хандақ күнінде мұсылмандарды, Мәдинадағы мұсылмандарды мүшриктер қамауға алды ұзақ уақыт. Ақыры Икримат ибн Аби Жахилдің шыдамы таусылып, ол енді қамалды бұзып өтуге әрекет жасап, сабыры таусылып, қамалдан өтті. Бір тар бір жерді тауып алып, сол жерден Хандақ арқылы өтті. Өзінің атын өткізді. Соның артынан өзімен бірге бірнеше әскер өтті. Өздерінің бұл қауіпті істі жүзеге амалға асыру үшін. Бірақ сол істің құрбаны болды. Бұның қасында Амр ибн Абди Уд деген мүшрик. Өте бұл да бір мүшриктердің ішіндегі бір батыры болатын. Сол құрбаны болды. Бірақ бұл Икримат ибн Аби Жахил о күні де қашып құтылды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан. وفي يوم الفتح رأت قريش ألا قبل لها بمحمد وأصحابه فأزعمت على أن تخلي له السبيل إلى مكة وقد أعانها على اتخاذ قرارها. هذا ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتله من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش وتصدوا للجيش الكبير فحزمهم خالد بن الوليد في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار وكان في جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل. Жайлап санап келе жатыр. Бұл қаншама сондай оқиғаларды басынан өткізіп келе жатыр. Бірақ сонда да әлі исламға келмей келе жатқан адам еді. Фатх күні де, Меккенің фатх күні 20 жыл бойы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қас дұшпан болып жүрген Халид ибн Валид, Абу Суфиян сияқты Пайғамбарымыздың қасына ашадди дұшпандары болған адамдардың өзі дінге кірген күні де бұл Абу Суфиян, Икримат ибн Аби Жахил о күні де дінге кірмей қашып кеткен еді. Мұны соны айтып жатыр. Фатх күні де, Меккені фатх қылған күні Құрайш енді Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам мен сахабаларынан енді басқа бір қашатын енді жол жоқ. Сол үшін олар бір қарарға келді. Меккеге кіретін жолдарды тосу үшін, Меккеге кіретін жолдарды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің әскерлеріне, өзінің қолбасшыларына әмір қылған еді. Сендер мына Мекке әхілінен сендермен соғыспаған адамға сендер тиіспеңдер деп. Оны біліп алған Құрайш сол қарарларын ұстау үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мен оның сахабаларынан басқа бір құтылатын басқа жолды таппай берілетіні сол жерде берілді. Қашатыны қашты. Бірақ Икримат ибн Аби Жахил және соған ұқсаған бірнеше қасындағы адамдар Құрайштың жиналып тұрған жеріне барып үлкен әскермен
Меккені енді бір шеттерін жаба бастады. Бірақ оларды Халид ибн Валид шегіндірді. Өйткені Халид ибн Валид пайғамбарымыз жағында уже мұсылман болып болған кезі бұл. Өлтірілетін адамдар өлтірілді, қашатындар қашып тынды. Сол қашқандардың ішінде Икримат ибн Аби Жахл де бар еді. Бұл жерден де айтпақшы болғаны, Икримат ибн Аби Жахл бұл жерден де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мойын сұнғысы келмей қашып, өйткені сол Меккеге кірген фатх күні пайғамбарымыз айтты ғой, Абу Суфиянның үйіне кіргендер, Абу Суфиянның ауласына кіргендер амандықта болады. Өз бетінше исламға кіргендер амандықта болады деп пайғамбарымыз бірнеше сондай адамдарға амандық берді. Бірақ бұл соны да қабыл қылмастан қашатындармен бірге қашты Икрима. Инда залика усқита фи яди Икрима фамаккату набат бихи ба'дан хазаат лил муслимин. Сол кезде Икрима енді амалсыз, яғни усқита фи ядин деп амалсыз қалды енді бұл. Өзі туып өскен Мекке мұсылмандарға бойынсұнғаннан кейін ол Меккеде бұның тұратын орны қалмады енді. Қашып шықты сол Меккеден. Вар Расулу салаватуллахи алейхи афа амма салафа мин Құрайшин тижахаху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз алдында Құрайштардан өткен барлық нәрсені кешірді. Антумут тулақо деп согын айтты пайғамбарымыз. Сендер боссыңдар енді деді. Болмасам пайғамбарымызға ондаған жылдар қаншама азар жеткізіп келген адамдардан пайғамбарымыз Меккені фатх қылып ақ өшін алған жоқ. Пайғамбарымыз керісінше өзінің рахмат пайғамбар екенін, өзінің мейірім пайғамбар екендігін көрсетті. Антумут тулақо деді. Сіздер боссыздар енді, амансыздар сіздер деді. Лакиннаху стасна минхум нафаран саммахум ва амара би қатлихим ва ин ваджаду ва уджиду тахта астарил каабати. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құрайштан өткен бүкіл азарларды, зияндардың бәрін кешіріп тұрып, олардан бірнеше адамдардың есімін бөліп айтты. Бірақ Кағбаның дуалының астында табылса да, мынау адамдарды өлтіруге болады деді. وَكَانَ فِي طَلِعَةِ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ. Сол атаған адамдардың ішінде Икримат ибн Аби Жахл де болған еді. Қараңыз, пайғамбарымыздың да оған деген, қараңыз, өте бір мұсылмандарға қатты азар жеткізгені соншалық, барлық адамдардан кешіретін кешірді, бірақ айтты, мынау адамдар бар, мынанша адам бар. Оларды ана Кағбаның дуалының қасынан, яғни Кағбаның қасынан көрсеңдер де өлтіріңдер деп бұйрық берді пайғамбарымыз. Лида сол үшін де тасаллала мутахаффиян мин Макката ва яммама ваджхаху шатрал Яман из лам якун лаху малазун илля хунак. Ол білдіріп Меккеден қашып шығып, Яман тарапты бетке алып кетті енді. Өйткені оның енді паналайтын жері қалмап еді Меккеде. Тек қана сол Яманға барса аман қалатын біліп, Яманға қарай бет алып кетті. Мына жақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандар мен Құрайштың өткендерін бәрін кешіріп, мүшриктерге исламға кіргендері кіріп, қалғандарына енді исламды дағуат қылып жатты. عند ذلك مضت حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي عليه السلام فدخلن عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب فتكلمت هند وهي متنقبة وقالت يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه وإني لا أسألك أن تمسني رحمك بخير فإني امرأة مؤمنة مصدقة. Енді сол уақытта Икриманың әйелі Умму Хаким және Хинд бинті Утба екеуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйіне қарай барды. Олармен бірге және де пайғамбарымызға байат қылу үшін бірнеше әйелдер болған еді. Пайғамбарымыздың үйіне алдына кірді.
Пайғамбарымыздың қасында өзінің екі бірдей әйелі, яғни біздің аналарымыз, және Фатима қызы, және де Абдул-Мутталиб, яғни Бәни Абдул-Мутталибтің бірнеше әйелдері отырған еді. Хинд пайғамбарымызға қарап сөйлей бастады. Енді ол бетіне, яғни басына ұялғандықтан бір нәрсені жауып алған, енді бір қап қылып, бір орамалма бір нәрсені тастап алған. Хинд деген кім еді ол? Хинд деген сол Ухуд соғысында Хамзаның барып тұрып бауырын алып шикідей шайнаған. Сондай мұсылмандарға деген ашу ызасы тұнып тұрған мүшрик әйел еді сол кезде. Содан аз ғана алдын уақыт. Сол Хинд енді ұялғаннан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккені фатх қылғаннан кейін қасында бірнеше әйелі бар. Икриманың әйелі Умму Хаким бар. Барлығы болып жабынып пайғамбарымызға кіріп былай деді: "Я Расулаллах, Аллаға мақтау болсын. Алла тағала өзі таңдап алған дінді, яғни захир қылды дегені жеңіске жеткізді. Мен бүгінгі күні сізден сұраймын, мені жақсылықпен бір рахымыңызға алыңыз. Яғни бір жақсылық жасаңыз маған. Өйткені мен бүгінгі күннен бастап мөмин, мусаддиқ, яғни дінге кәлиманы тастықлап, мөмин болған әйел болдым бүгінгі күннен бастап" деп пайғамбарымыз алейхиссаламның алдына келді. Сумма кашафат ан ваджхиха ва қалат: "Хинду бинту Утбата я Расулаллах." Кейін сол сөзді айтты да бетіндегі әлгі жабыншақты алып тастап, "Бұл Хинд бинту Утба ғой я Расулаллах" деді. Өйткені пайғамбарымыз біледі ғой, оның өзінің ең сүйікті көкесі болған Хазіреті Хамзаны сондай мүшелерін мүсла қылып, кесіп, бауырын шикідей ішін алып тұрып шайнамалап, сондай бір мұсылмандарға деген ашу ызасы бар әйел екенін біледі ғой Хиндтің. Фақала лаха Расулу алейхиссалату вассалам мархабан бики. Сонда рахмат пайғамбары Мұхаммад алейхиссалам: "Қош келдің" деді Хиндке. Фақалат: "Валлахи я Расулаллах, ма кана ала ваджхил арди байтун ахаббу иляйя ан язилла мин байтик. ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يعز من بيتك." Я Расулаллах, Аллаға қасам, жер бетінде сіздің үйіңізден артық қор болуға лайық үй жоқ еді мен үшін. Ең жек көретін, ең қор болуы керек болған үй сіздің үйіңіз еді. Ал енді сіздің үйіңіз жер бетіндегі ең құрметті болуға лайық үй болуға айналды мен үшін, деп Аллаға қасам ішті. Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ва зиядатан айзан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Және де сондай жақсы сөздерді айта түс" деп Хиндіге мүмкіншілік берді. Сумма қомат Умму Хаким заужу Икримат ибн Аби Джахл фа аслямат ва қалат: "Я Расулаллах, قد حرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله فأمنه أمنك الله." فقال عليه السلام: "هو آمين." Кейін Икримат ибн Аби Джахлдың әйелі Умму Хаким ислам келтіріп, кейін пайғамбарымызға айтты: "Я Расулаллах, Икрима, яғни күйеуім Яманға сізден өлтіреді деп қорқып қашып кетті. Сіз оған бір амандық беріңіз, Алла сізді аман қылсын" деп пайғамбарымыздан сұрады. Сонда пайғамбарымыз айтты: "Ол да аман болады" деді. Енді амандық берді әйел арқылы. فخرجت من ساعتها في طلبه ومعها غلام لها رومي فلما أوغل في الطريق راودها الغلام عن نفسها فجعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عندهم. Сол сағат-ақ Умму Хаким күйеуі Икриманы іздеп шығып кетті. Яманға тезірек барып, пайғамбарымыздың олған амандық бергенін айтып, қайтарып мұсылмандардың қатарына алып келу үшін сол сағат-ақ шығып кетті. Оның қасында бір руми, бір құлы болған еді. Олар біраз жолға түсіп болғаннан кейін, әлгі руми құлдың ойы бұзылып, енді бұл Умму Хакимнен нәпсісін талап қыла бастады, яғни зінаға шақыра бастады. Сол кезде бұл ақылды әйел ғой,
оны үміттендіріп уақытты созу үшін бір жерге жетіп алайық деп арабтардың бір ауылына жеткеннен кейін сол жердегі адамдардан жәрдем сұрап, олар оны байлап тастап, бұл енді оны құлын тастап өзі қайтадан жолға түсіп кетті әлгі Умму Хаким. ومضت هي إلى سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة وهو يفوز نوتيا مسلما على نقله والنوتي يقول له أخلص حتى أنقلك. Ал енді Умму Хаким біраз жолға жеткеннен кейін Икриманы тауып алды. Мына Тихама деген жердегі жұрттағы бір теңіздің жағасында бұл бір кемешімен саудаласып тұрған екен. Мені алғы теңіздің арғы шетіне өткізіп тасташы. Сөйтсе әлгі кемеші, мұсылман кемеші айтады дейді оған. Енді бұл әйелі келіп соны естіп тұр. Сен ықылас келтірші, мен сені тегіне қалып өтіп қойын ары қарай деп. Сөйтсе фақола лаху Икрима ва кайфа ухлис. Икрима айтады дейді әлгі кемешіге. Мен қалай ықылас келтіремін? Қола, тақулу ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар Расулуллах. Сен ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах деп айтқын. Сонда мен сені алып өтіп қоямын теңіздің ар жағына десе. Фақола Икрима, ма харабту илля мин хада. Мен өз содан қашып келе жатырмын ғой дейді Икрима. Шында бұл иман келтірмей қашып келе жатыр ғой өзі. Ва фима хуна кадалика из ақбалат Умму Хаким ала Икримата ва қалат, я ибн ам, جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس من عند محمد بن عبد الله وقد استأمنت لك منه فأمنك فلا تهلك نفسك. فقال أنت كلمته؟ قالت نعم أنا كلمته فأمنك. Сөйтіп тұрғанда олардың қасына енді Умму Хаким келіп Икримаға айтты. Отағасы дейді ғой енді. Икрима, мен саған адамдардың ішіндегі ең ағайын туыстықты жақсы қылатын адамның қасынан кеп тұрмын мен саған, енді пайғамбарымыз да айтып тұр. Ең адамдардың ішіндегі жақсысынан кеп тұрмын. Ең адамдардың ішіндегі қайырлысынан кеп тұрмын. Мұхаммад ибн Абдиллах жақтан кеп тұрмын мен саған. Мен сен үшін амандық сұрап едім, ол саған амандық берді. Сен енді өз нәпсіңді өзің халакатқа салмаған. Яғни өзіңді өзің өлтірмегін енді. Жүр менімен бірге кеткін деп жатыр ғой. Сөйтсе Икрима айтады, сен сөйлестің бе шынымен Мұхаммад алейхиссалам? Иә, мен сөйлестім, саған ол амандық берді деп. وَمَا زَالَتْ بِهِ تُؤَمِّنُهُ وَتُطْمَئِنُّهُ حَتَّى عَدَمَهَا. Енді әбден бұл да нетіп қалған ғой, шайлығып қалған ғой жүрегі. Өйткені мұсылмандарға зиян жеткізе беріп, қысқасы не керек? Әбден сендіріп, оның көңілінің орнына басып, енді ол әйелі Умму Хакиммен бірге қайтуға тура келді. ثم حدثته حديث غلامهم الرومي فمر به وقتله قبل أن يسلم. Қараңыз, кейін жолда келе жатып, әлгі өздерінің Руми құлы жөнінде айтып берді. Осылай жолда осындай ұятсыз іске шақырды деп. Бұлар әлгі өткен ауылынан өтіп, исламға келуден алдын өлтіріп алды әлгі құлды. Енді исламға келмей тұрып, исламнан кейін адам өлтіру, жазықсыздан жазықсыз қан төгу ол дұрыс емес қой. Соны исламға келмей тұрып әлгі құлды өлтірді. وَفِيمَا هُمَا فِي مَنْزِلٍ نَزَلَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ أَرَادَ عِكْرِمَةُ أَنْ يَخْلُوَ بِزَوْجِهِ فَأَبَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْإِبَاءِ وَقَالَتْ إِنِّي مُسْلِمَةٌ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ فَتَمَلَّكَهُ الْعَجَبُ وَقَالَ إِنَّ أَمْرًا يَحُولُ دُونَكَ وَدُونَ الْخَلْوَةِ بِي لَأَمْرٌ كَبِيرٌ. Қараңыз мына жерді. Бұлар енді жолда келе жатып бір жерге тоқтағаннан кейін Икрима енді бірнеше уақыт әрине ол елінен жерінен қашып безіп жүрген адам әйелімен жеке оңаша қалғысы келген кезде әйелі оған қатты бетін қайтарып, яғни өзімен ерлі зайыптылық қарым-қатынас жасатқызбады. Сонда себебін сұрағанда айтып жатыр, мен мұсылманмын, сен мүшриксің деп жауап берді. Сонда қараңыз, осы жерде Икриманың бойын бір керемет, бір ғажап бір нәрсе егелеп алды. Ол айтып жатыр әйеліне,
сенімі менің арамды ерлі зайыптылық қарым қатынастан тосатын нәрсе үлкен нәрсе екен ғой онда деп жатыр да. Мүшрик кезінде оларға бәрібір еді ғой. Міне мұсылманшылықтың қаншалықты пәк нәрсе екендігі оның көңіліне бір ғажап бір әсер берді. Яғни сенімі менің арамды тосып тұрған нәрсе ол үлкен іс екен ғой ол. Мен неге қашып жүрмін деді ғой енді ол. Сондай өзі бір таза ислам дініне неге қашып жүрмін деген нәрсе сол кезде оның бойын егелей бастады. فلما دنا عكرمة من مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا محاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. Кейін Меккеге Икрима жақындаған кезде пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің сахабаларына сол кезде айтқан екен де мына сөзді. Икрима келеді сендерге, Икрима ибн Аби Жахл тез арада келеді сендерге мухажир болып. Сендер оның әкесін сөкпеңдер, өйткені өлікті сөгу ол тіріге азар жеткізеді, өлікке бәрібір ол жетпейді сөгу деген сөзді пайғамбарымыз сол кезде айтқан екен. وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى وَصَلَ عِكْرِمَةُ وَزَوْجُهُ إِلَى حَيْثُ يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلوات الله عليه وسب إليه من غير رداء فرحا به. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عكرمة بين يديه وقال يا محمد إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. Кейін аз уақыттың ішінде расында Икрима және оның әйелі Умму Хаким пайғамбарымыз отырған жерге жетіп келді. Оларды көрген пайғамбарымыз алейхиссалам орнынан секіріп тұрып, өзінің үйде отырған әлгі көйлегінің сыртынан чапанын да киместен қуанғанынан алдарынан атып шықты. Қараңыз пайғамбарымыздың мейірін қараңыз. Сөйтіп пайғамбарымыздың қасына отырғаннан кейін Икрима пайғамбарымызға айтып жатыр: "Ей Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, Умму Хаким маған хабар берді. Сен маған амандық беріпсің, кешіріпсің ғой." Десе пайғамбарымыз айтады: "Фақала наби алейхиссалату вассалам, садақат фа анта амин." Дұрыс айтады ол. Сен амансың енді. Фақала Икрима, "Илама тад'у я Мұхаммад." Сонда Икрима айтып жатыр: "Неге шақырасыз мені, ей Мұхаммад алейхиссалам?" "Қала ад'ука иля ан ташхада ан ла илаха иллаллах ва анни абдуллах ва расулуху ва ан туқима ас-салата ва ан ту'тия аз-заката хатта адда аркан ал-ислам куллаха." Кейін пайғамбарымыз алейхиссалам айтты оған: "Мен сені Алла, яғни мабуд бар хақ, жалғыз жеке Алла тағалаға шақырамын куәлік беруге, және мен оның құл екендігіме, мен оның елшісі екендігіме куәлік беруге шақырамын. Және намаз оқуға, зекет беруге" деп, қысқасы исламның біраз аркандарын, исламның біраз амалдарын санамалап берді, барлығын. Фақала Икрима: "Валлахи ма дa'аута илля иля хаққин ва ма амарта илля би хайрин." Сумма ардафа яқул: "Қад кунта фина валлахи қабла ан тад'уа иля ма дa'аута илайхи ва анта асдақуна хадисан ва абарруна бирран." Сол кезде Икрима тұрып айтып жатыр: "Аллаға қасам, сен бір хақ нәрсеге шақырып жатыр екенсің. Аллаға қасам, сен әмір қылып тұрған нәрсені, сен бұйырып тұрған нәрсе ол хақ, жақсы нәрсе" деп артынша айтып жатыр. "Аллаға қасам, сен бізді қазіргі осы дағуат қылып тұрған нәрсеңе шақырудан да алдың. Біздің ішіміздегі ең рас сөз сөйлейтін адам едің, біздің ішіміздегі ең жақсысы едің" деп жатыр да. Сол кезде пайғамбарымыз алейхиссаламның бұл ислам діні келгенге дейін, исламды дағуат қылғанға дейін де Меккеде ең рас сөз сөйлейтін, ең адамдардың ішіндегі жақсы екендігін мойындап жатыр. Бірақ әрине Алла тағала кімге хидаят береді, кімге залалатқа жібереді. Бұл да сол әкесі Абу Жахлдың үкімімен, әкесі Абу Жахлдың тәрбиесімен, бұл да осынша уақыт Алланың қасиетті діні исламнан ұзап, залалатта жүруіне тура келді. Міне енді мойындап жатыр пайғамбарымыздың алдына келіп: "Расында, Расулулла, сен осы нәрсеге дағуат қылудан алдың да ең елдің ішіндегі жақсысы, ең рас сөз сөйлейтін адам едің ғой" деп жатыр. "Сумма басата ядаху ва қала инни ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака абдуху ва расулуху." Кейін екі қолын созып пайғамбарымыз алейхиссаламға
tashahhud ya'ni kalima keltirib islomga kirdi. Keyin aytdi, summa qola: "Ya Rasululloh, allimni khayra shay'in aquluhu." Ya Rasululloh, menga eng bir yaxshi narsa aytib yuradigan eng bir yaxshi narsani o'rgatingizchi dedi. Faqola, payg'ambarimiz aytadi: "Taqulu ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh." Ya'ni o'sha kalimani aytib yurasiz, eng yaxshi narsa o'sha dedi. Faqola Ikrima: "Summa mada?" Keyin qaysi so'zni aytib yurayin? Qola Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Taqulu ushhidulloh va ushhidu man hazara anni muslim mujahidun muhajirun." Ya'ni aytib yurasin. Aytqin deb atadi payg'ambarimiz. Men Allohni guvoh qilaman. Ya'ni o'sha yerda turgan odamlarning barini guvoh qilaman. Men musulmon bo'ldim. Mujahid bo'laman. Muhajir bo'lib keldim. degan so'zni aytasin dedi. Faqala Ikrima zalika. Ikrima o'l so'zni da aytdi. Inda hada qala lahu ar-rasul sallallahu alayhi: "Al-yawma la tas'aluni shay'an u'tihi ahadan illa a'taytuka iyyahu." Faqala Ikrima: "Inni as'aluka an tastaghfira li kulla adawatin adaytukaha aw masirin aw da'tu fihi aw maqamin laqituka fihi aw kalamin qultuhu fi wajhika aw g'aybatika." Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'ngildenib, Ikrimaning iymonga kelganini ko'ngildenib, "Sen bugun bir narsa so'ragan narsangni men berayin" dedi. Ya'ni kim ne narsa so'rasa, so'ragan narsasin berayik dedi. Shu кезде Ikrima aytdi: "Men bugun sizdan so'raytinim, ma'gan o'suncha vaqt sizga qilgan dushmanligimni kechiringiz. Ya'ni o'suncha vaqt yurib o'tgan yo'limda sizga ziyon yetkizdim, soni kechiringiz. Ya'ni siz bilan ziyonlikdan yo'liqqan o'rinlarimdagi istagan harakatlarimni kechiringiz. Ya'ni sizning betingizga nemesin sizni g'aybat qilib aytgan so'zlarimning barini kechiringiz" deb so'radi payg'ambarimizdan. Faqala Rasul alayhi salatu vassalam: "Allohumma ighfir lahu kulla adawatin adaniha va kulla masirin sara fihi ila mawdi'in yuridu bihi itfa nurik va ighfir lahu ma nala min irzin fi wajhi aw ana ghaibun anhu." Sonda payg'ambarimiz aytdi: "Ya Rabbim, ya Alloh, kechirgin onu. Ya'ni onun qilgan bukul dushmanliklarini kechirgin. Ya'ni sening nuringni o'shirish uchun yurgan zulm men yurgan yo'llarning barlig'ini kechirgin. Ya'ni mening obro'yimdan ol bir jamanlikdan aytgan so'zlarim mening betime, mening g'aybi vaqtimda aytgan mening obro'yimga nuqson keltirетін so'zlarini kechirgin onun" deb payg'ambarimiz Allohga duo qildi. Fatahallala wajhu Ikrimata bishran. Ikrimaning yuzi quvonishdan ayday jarqirab ketdi deydi. Va qala: "Amma wallahi ya Rasululloh la ad'u nafaqatan anfaqtuha fi saddin an sabilillah illa anfaqtu zi'faha fi sabilillah wa la qitalan qataltuhu saddan an sabilillah illa qataltu zi'fahu fi sabilillah." So'g'izda Ikrima aytdi: "Ya Rasululloh, men Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning yo'luna to'suv uchun, ya'ni Allohning yo'lini to'suv uchun qilgan nafaqamni bugungi kundan boshlab 2 barobar nafaqa qilатын bo'laman, sadaqa qilатын bo'laman. Men Allohning yo'lini to'suv uchun so'g'isgan bo'lsam, bugungi kunda Allohning yo'lida odan 2 barobar kuchli so'g'is qilaman" deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va'da berdi. Va munzu zalikal yawmi inzamma ila mawkibi da'wati farisun basilun fi sahatil qital. So'gundan boshlab musulmonlarning, ya'ni haqqa chaqiruvchi musulmonlar askarine bir atlı batır adam kelib musulmonlarning so'g'ish maydonuna qo'shildi deydi. Ya'ni o'zi Ikrimat ibn Abi Jahl: "Abbadun qawwamun qarrun li kitabillahi fil masajid." Mescitlarda Allohning kitobini eng ko'p o'qiytin, mescitlarda namozlarda eng ko'p turатын ibodatgo'y odam kelib qo'shildi. Faqat kana yaz'ul mushafa ala wajhihi va yaqul: "Kitabu robbi kalamu robbi va huwa yabki min khashyatillah." Mushaf Qur'oni kitobini betine qo'yib olib turib, jilab turib aytadi ekan: "Rabbimning kitobi, Rabbimning kalami" deb Alloh taolodan qo'rqqanidan jilab turib, sonday ibodatgo'y, sonday taqvoli odamga aylandi deydi so'gundan boshlab.
بر عكرمة بما قطعه للرسول صلى الله عليه وسلم من عهد فما حاز المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وحازها معهم ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم وفي يوم اليرمك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظمي على الماء البارد في اليوم القائز. Расында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға берген уәдесінен шықты, берген ахдын орындады Икрима. Мұсылмандар қандай бір соғысқа бұл Икрима ислам келтіргеннен кейін мұсылмандар қандай бір соғысқа аттанбасын, олардың ішінде Икрима болды. Қандай бір жерге шықпасын мұсылмандар, олардың басында Икрима жүрді. Ярмук күнінде де Икрима соғысқа тура бір мұздай суға, ыстық күнде шөлдеп, мұздай суға қарай ентілген адам сияқты соғысқа ентіліп жүрді. Ярмук күнінде де Икрима. ولما اشتد الكرب على المسلمين في أحد المواقف نزل عن جواده وكسر غمد سيفه وأوغل في صفوف الروم فبادر إليه خالد بن وليد وقال لا تفعل يا عكرمة فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. Мұсылмандарға бір соғыс күндерінің бірінде сондай бір орындарда қатты сондай жау тарапынан қатты қиыншылық болған күні бұл енді өзінің атынан секіріп түсіп, өзінің қылыш қабын сындырып тастап, румдықтардың арасына қойып кетті саптың ішіне. Жалма-жан Халид ибн Валид жүгіріп барып, оған, ей Икрима, бұны қымағын, яғни жаудың ішіне жеке өзі кіріп жүгіріп бара жатыр ғой. Сенің өлімің мұсылмандарға ауыр келеді, сен бұны қылмағын деп қайтармақшы болды. Сол кезде Икрима фақала, илейке анни я Халид, فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعني أكفر عما سلف مني ثم قال لقد قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة وأفر من الروم اليوم. Халид, тек қойғын мені, Артур. Мен Расулулла саллаллаху алейхи ва салламмен енді бірінші соғысқа, жауға қарсы шығып жатырма, сенің пайғамбарымызбен бірге соғысқа шықтың ғой. Өйткені Халид ибн Валид Меккенің фатхынан алдын мұсылман болып болған еді. Ал енді бұл Меккенің фатхынан кейін, бұл енді ғана иманға келген адам, румдықтардың арасына солай атылып кіруінің себебі айтып жатыр Халидке. Сенің пайғамбарымызбен бірге басыңнан өтті ғой соғыс тағы да. Пайғамбарымыз жағында болып тұрып, сен жауға қарсы соғыс алдың. Менің басымнан ондай әлі өтпеді ғой. Мен тек қойғын сен. Мен және менің әкем пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға адамдардың ең қатты азап жеткізген адам болған едік. Соны мен бүгін басымнан өткен сол қателіктерімді кәффарат қылайын, жібергін мені деп, Халидті тыңдамай бұл жаудың ішіне қарай кіріп бара жатты. Және былай айтып жатыр. Мен Расулалла саллаллаху алейхи саламмен бірнеше орындарда соғысқан едім қарсы. Енді бүгіндік күні мен румдықтардан қашып кетейін бе енді? Не деп тұрсың маған деп, сондай ашумен соғысқа қарай кірді. Инна хаза ла якуна абадан. Өйткені бұл күн енді қайтып әбәди болмайды. Бүгін менің мүмкіншілігім бар шахид болып қалуға. Бүгін менің мүмкіншілігім бар сол өткен қателіктерімді мұсылмандарға жеткізген зиянымдегім бүгін мүшриктерге, кәфірлерге қарай жеткізетін күнім менің бүгін деп, сондай соғысқа ентілді. Сумма нада фил муслимина, кейін мұсылмандарға қарап айқайлап тұрып айтты. Ма юбайу алал маут. Кім өлімге байат қылады маған? Кім менімен бірге өлімге барады дегені ғой. Фабайаху аммухул Харис ибн Хишам ва Зирар ибн Азвар في 400 من المسلمين فقاتلوا دون فسطاط خالد رضي الله عنه أشد القتال وزادوا عنه أكرم الزود. Onымен бірге өзінің көкесі Харис ибн Хишам, Зирар ибн Азвар және де 400 мұсылмандардан болған адам байат қылып бірге соғысқа кірді. Халид ибн Валид бұлардың қолбасшысы еді, соның шатырының алдында оны қорғап қатты соғыс қылды енді бұлар жаумен.
ولما انجلت معركة اليرموك عند ذلك النصر المؤزر للمسلمين كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أسخنتهم الجراح هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل فدعا الحارث بماء ليشربه فلما قدم له نظر إليه عكرمة فقال ادفعوه إليه. Endi Yarmuk soğuqsi bitkenden keyin musulmanlar üçün күшті nasır болды, endi öte bir keremet жеңіс болды. Бірақ Yarmuktың жерінде 3 бірдей mücahid sozulup жататын еді. Оларды әбден жаудың найзасының әлсіреткен, қансырап өлім халінде жатқан 3 адам жатыр еді дейді. Бірақ олар Харис ibn Hisham қазір ғана айттық, оның көкесі еді. Ayyash ibn Abi Rabi'a деген кісі және Ikrimah ibn Abi Jahl үшеуі жататын еді созылып өлім халінде. Кейін Харис көкесі шөлдеп су алдырды ішу үшін. Яғни су беріңдер деді. Енді оған су қолына беріле берген кезде Ikrimah қарап қалды оған. Сол кезде Харис идфауху илайхи, өз өлім халінде жатқан адам, анаған беріңдер суды деді. Фаламма қаррабуху минху назара илайхи Ayyash фақала идфауху илайхи. Енді Ikrimahға барып су енді қолына тиіп ішемін дегенде оған Ayyash қарап қалды, мына үшінші халде жатқан адам. Сол кезде Ikrimah анаған жіберіңдер суды деді. Өзі екеуі де өлім халінде бір жұтым суға зар болып жатқан адам өзінің бауырына суды жіберіп жатыр. Фаламма данау мин Ayyash важадуху қад қаза нахбаху. Әлгі адамдар суды Ayashқа, үшінші адамға апарса, енді ол өліп кеткен екен. Фаламма аду иля сахибайхи важадухума қад лахиқа бихи. Жалма-жан ал екеуіне беріп қалайық деп екеуіне жүгіріп баса, Харис пен Ikrimah да жан тапсырған екен дейді. Радияллаху анхум ajma'in. Allah Taala buların barlığından razı olsun. Ve saqahum min havzil kevsari şerbeten la yazmauna ba'daha. Allah Taala onlarda sol dünyada bir jutum suga zar bolup sol dünyada şahit bolup ketdi. Allah Taala onlarda endi Kevsarның шырын суымен суғарсын. Ол Kevsarның суын ішкеннен кейін адам баласына шөлдеу болмайды. Ve habahum hazra al-firdausi yertauna fiha abadan. Allah Taala onlarga Firdavsның көкпенбек жайлауын, көкпенбек шөптерін нәсіп етсін, оларға хиба қылсын. O da олар рахаттанып, аунап-қунап жататын болсын дейді. Солай дұға қылып, мынау Ikrimah ibn Abi Jahl'дің де қиссасын аяқтаған екен. Міне құрметті жамағат, бұл жерден біз қаншама бір пайдалы нәрселерді аламыз. Үшеуі өлім халінде жатып, қарап қалса анаған жіберіңдер. Өзім мүмкін сол жерде бір жұтым су ішсе, әлдеқайда рахаттанып қалар ма еді. Жоқ, ол өзінің сол бір сәттік ләззатын қиып айтты. Анау бауырыма жіберген суды, анау бауырыма жіберген деді. Бізде кей кезде мұсылмандар бір-бірінен жәрдем сұрап ала алмайтын кездер болып жатады. Қарап тұрып жәрдем бермей кететін болады. Жолда қап кетіп жатқан мұсылмандарға өтіп бара жатып тоқтамай кететін мұсылмандар болады. Су сұрау былай тұрсын. Сондықтан құрметті жамағат, бұл сахабалардың өмірінде әрине біздің тіліміз бұны айтуда бір кемшілік жасайды. Өйткені бұндай адамдардың атын айтуға біз өз лайық адамбыз ба, адам емеспіз, оны да бір Алла біледі. Әйтеуір әліміз жеткенше, осы кітаптан шамамыз жеткенше айтып беріп жатырмыз, Алла қабыл етсін. Бірақ осы кісілердің, осы сахабалардың өмірі біздерге үлгі болсын деп Алладан сұрайық. Міне иманға келу, Алла Тағала адам баласының жаны алқымына келгенге дейін де иманын қабыл етеді дейді. Сол сияқты ең соңында иманға келгендердің бірі Ikrimah. Ең соңында 20 жылдан астам пайғамбарымыз және пайғамбарымыздың сахабаларына әбден зиян жеткізген адам. Бірақ ол әдейі істеген жоқ. Оның тағдыры солай болды, ол залалатта болды. Алла Тағала оны сондай мүшрик халде солай жүргізді. Бірақ Алла Тағала хидаятты да беруші Алла. Сол үшін
бәріміз де Алла Тағаладан жақындарымызға, бауырларымызға, біздің айналамыздағыларға, мұсылман бауырларымызға тезірек хидаятқа жетуін Алладан сұрайық, жәрдем берейік, соларды шақырайық иншалла. Айтпауымыз керек, енді ол болды, кетті, ол тыңдамайды демеу керек. Қазіргі айтам ғой, үнем айтам ғой, мынау кісілердегі, сол кездегі замандағы адамдардың ахуалымен қазіргі, Құдайға шүкір, қазір мүшрик жоқ қой. Біздің қаламызда өзіміздің мұсылмандардың ішінде мүшрик жоқ есебінде, Құдайға шүкір. Тек Алланың ғибадаттарын, құлшылықтарын жасауға Алла Тағала оларға бір мүмкіншілік бермей тұр. Соған біз жәрдем берейік иншалла, шақырайық, бірге алып келейік, бірге намазға тұрғызайық көрші қолаңдарымызды. Жақындарымызды тартайық намазға қарай. Хидаятқа Алла Тағаладан сұрайық, оларға хидаят берсін деп. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Раббана тақаббал минна иннака антас сами'ул алим. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا ربم الله يا жаратушиеміз осы айтып жатқан сахабалардың өмірін біздерге үлкен үлгі өрнек қылғын. Я Раббым Алла, біздердің амалдарымызды фи сабилилла болуын өзің нәсіп еткін. Біздерге илім бергін. Осы жамағатымызға, шәкірттерімізге Алла Тағалам үлкен илім бергін. Надандықтан, жахил болып қалудан Алла Тағалам өзің сақтағын. Шариғат амалдарын білімділікпен қылуды Алла Тағалам біздерге нәсіп етсін. Саллаллаху тағала аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.